Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен балалар неге жиі ауырады туралы сөйлесетін боламыз. Туғаннан бастап әрбір баланың анасы табиғи иммунитетімен қорғалады. Ол баланы алғашқы айларда қорғап, одан кейін әлсіз бола бастайды. Бала ағзасының өзінің меншікті қорғанысын қалыптастыру қажет болады. Сондықтан да бала кей кездері ауырса, оның ешқандай да зиян жоқ. Керісінше ол инфекцияларға деген қарсы күшті дамыту үшін қажет. Жиі ауыратын балаларға кімдер жатады? 1 жасқа дейінгі балалар, алғашқы жылы 4 немесе одан көп ауырған балалар, 1 жастан 3 жасқа дейінгі жылына 6 және одан да көп ауырған балалар жатады. 4 пен 5 жас аралығында жылына 5 және одан да көп ауырған балалар, 5 жастан асқан балалар, жылына 4 рет ауырғандар. Осы топқа тұмаумен ауырған мерзімі 10 күннен асатын балалар да кіреді. Бала неге жиі ауырады? Алғашқы тұмау толығымен емделген жоқ, иммунитет әлсіз, сол себепті сырқат қайталануы мүмкін. Жасанды тамақтандыру. Ана сүті емген балалар жасанды тамақтанған балаларға қарағанда сирек ауырады. Себебі ана сүтінің құрамында инфекциядан қорғайтын антитела бар. Ағзадағы созылмалы инфекцияның ошағы немесе ішек құрттарының болуы, күн тәртібін ұстамау, тиімсіз тамақтану, аз қозғалу. Тұмауды қалай жеңуге болады? Алдын алу. Жылдың салқын мерзімінде сәбидің мұрнын оксалин мазымен майлап шығу керек. Ол инфекцияның сілекей қабығымен кіруіне жол бермейді. Тұмаудан кейін бірнеше күн бойында адамдар көп жиналған жерлерге барудан аулақ болу керек. Оның орнына таза ауада көп серуендеп, толыққанды тамақтанып, күн тәртібін сақтау керек. Дәрумендер көмектесе ме? Дәрумендердің жеткіліксіздігі күз және көктем айларында тұмау ауруымен сырқаттанудың себебі болуы мүмкін. Дәрумендердің тек қана баланың қандай дәруменге мұқтаж екендігін анықтағаннан кейін ғана дәрігермен тағайындауды қабылдау қажет. Себебі дәрумендерді дұрыс қабылдамау бала денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Халық емі дәрігерді тағайындаған еммен алмастыра алмайсың. Ол тек қана алдын алу. Пияздың шырыны, балды, лимонды, таңқурайды пайдалану тиімді. Есіңізде болсын, қандай жағдай болмасын, емді дәрігер тағайындауы қажет.